Денсаулық. Тәні саудың жаны сау. Денең жан нұрлы болса, жөнделмек. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Адам баласы жан мен тәннен тұратын ғажайып жаратылыс. Бұл дүниесі мен ақыретіне мән бергені сияқты, адам баласы жаны мен тәніне де солай көңіл бөлуге тиіс. Адамның денсаулығы жақсы болса, Алла тағала бойына дарытқан қабілет-қарымды толық пайдалана алады. Нәтижесінде адамдық қарызын өтеп жетістікке жетеді. Көздеген мақсатқа жету үшін адамға ең әуелі ішкі энергия, бойдағы қуат қажет. Ал ол болмаған жерде жалқаулық пен еріншектік бой көрсетеді. Оған бастаған істі аяғына жеткізе алмайтын шалағайлық еріп жүреді. Желкеден кері тартып тұратын кежір мінез. Абай айтқандай, ұйқылы ояу бой күйез жағдайға тап болады. Қазақтың тәні саудың жаны сау деп мақалдайтыны сондықтан. Дініміз тәннің саулығына аса мән берген. Алла елшісі мәшһүр хадисінде адам баласы қадірін білуге тиіс екі ұлы нығметті атап өтеді. Біріншісі денсаулық болса, екіншісі бос уақыт. Адам тіршілігі тыныс алу мен дем шығарудан тұрады. Осы процесс бір сәт тоқтаса, кез келген тіршілік иесінің өмірі аяқталады. Мәшһүрдің бір дем ішке, бір дем кері пәлсапасының мәні осы. Бұл процесс өз кезегінде адам денсаулығына тікелей қатысты болғандықтан, мәшһүр Жүсіп адамның денесі екі нәрсенің күшімен саламат тұрады. Бұл екі нәрсенің бірі қызыл қан, бірі бұзылған қара қан. Таза қызыл қан екі дем алыстың бірімен ауадан ішке қарай кіре береді. Жүрекке барып, жүректен әрі күллі денені аралап қайтуында қара қан болып, тағы жүрекке келіп, дем алыс жолымен далаға шығып тұрады. Міне, құдіреттің шеберлігі. Ішке қарай кірген дем қызыл қан, далаға шыққан дем қара қан. Сол үшін айтылады, бір дем әрі, бір дем бері. Осы екі дем алыстың бірі тоқтаса, адам бірден өледі. Дей отырып, 6 нәрсенің маңыздылығын атап өтеді. Біріншісі, бұл екі дем алысқа жақсы ауа керек. Адам өзін таза ауада сақтауы керек. Екінші, бұл екі дем алысқа күш беруге жақсы тамақ керек. Қазақ мақалында ауру астан, дау қарындастан деп айтылады. Үшінші, екі дем алысқа күш беруге әрекет өскін. Қазақша айтқанда қимыл қозғалыс керек. Төртінші, ұйқы мен ояулықты қалыбынан асырмай, кемітпей, орта әдетпен үйрету керек. Бесінші, шатлық керек. Адам өз көңілін өзі төмендетпеуі керек. Қазақта ит өз құйрығын өзі алып жүрмесе, оны кім алып жүреді деген мақал бар. Оның мәнісі адам өз көңілін өзі көтеріп жүру керек деген сөз. Алтыншы, ашу, қорқу, өкініш сияқты сезімдерден аулақ болу керек. Бұл айтылғандардың бірде-бірі адамда жоқ болса, ол ауруға шалдығады. Не қалпынан асып кетсе, онда да жаман болады. Аса қорыққаннан, аса қуанғаннан, не зор ашу қысқаннан өліп кеткендер де болған. Таза ауа, ем. Қазір екінің бірі аллергиямын дейді. 10 адамның бірінің тыныс жолында ақауы бар. Іште жатқан сәбилерге жүрек қан тамырларының ауруы диагнозы қойылып жатыр. Осының бәріне бірден бір себепші лас ауа. Адам әр минут сайын 7-8 литр оттегіні ішке жұтып, сыртқа шығарады. Ал жаттығу жасап, физикалық күш жұмсағанда оттегіні бұдан да көбірек қажет етеміз. Бірақ бойымызға қаншалықты таза ауаны сіңіріп жүргенімізді білмейміз. Өркениетті заманның басты проблемасы ауа тазалығы, үйіміздің, көшеміздің, еліміздің мәселесі. Жер бетіндегі адамның бәрі ауаның ластануынан зардап шегіп жатыр. Түрлі созылмалы аурулар, қатерлі ісік, лас ауаның кесірінен пайда болады. Үлкен қалалардағы зауыттар мен қаптаған көліктің түтіні сияқты ауқымды мәселелерді шеше алмасақ та, үй ішінің ауасын таза ұстауды үйренуіміз керек.
Таза ауаның пайдасы. Жүрек ауруларын тудырмайды. Мүмкін ауаның жүрекке қатысы қанша дейтін шығарсыз. Ластанған ауамен тыныстанған жасушалар жүрекке 100% таза оттегін жеткізе алмайды. Осыдан түрлі аурулар туындайды. Таза ауа қарттықтың емі. Қарттық лас ауа салдарынан емес, жастың ұлғаюымен келген дұрыс. Ластанған ауа ағзаны тез қартайтады. Бетке әжім түсіріп, бұлшық етімізді босаңсытады. Сондықтан таза ауамен дем алуға тырысыңыз. Жас қалпыңызды сақтаңыз. Таза ауа денедегі қант мөлшерін қалпында ұстауға көмектеседі. Су самыры бар адамдар үй ішіндегі ауаны таза ұстағаны жөн, өйткені түрлі газ, химикатпен ластанған ауа қантты көтеруі мүмкін. Таза ауа когнитивті денсаулықты жақсартады. Ауасы лас қалада өмір сүретіндер депрессия, стресске жиі шалдығады. Таза ауамен тыныстану көңіліңізді жайландырып, ми жұмысын жақсартады, әсіресе сәбилердің дамуында рөлі зор. Ауасы таза жерде жаттығу жасау, спортпен айналысу өнімді болады. Жоғарыда айтқанымыздай, физикалық күш жұмсаған кезде оттегіні көбірек қажет етеміз. Ағзаны жаттығу кезінде таза оттегімен қамтамасыз ету жақсы нәтижеге жеткізеді. Бұл ой еңбегіне де қатысты. Үй ішінде ауа қалай ластанады деп ойланатын шығарсыз. Расымен де, үйдің ауасы сырттағы ауаға қарағанда 4-5 есеге лас, өйткені үй ішінде шаң жинайтын заттар көп. Мысалы, кереуеттің көрпесін күнде қақпаймыз, перделерді күнде жумаймыз, ал оларда шаң міндетті түрде болады. Одан кейін тазалық үшін қолданатын химиялық қосындылар, қабырғаның бояуы да ауаны бүлдіреді. Олар түрлі химиялық элементтер бөледі. Тіпті үйдегі пластик заттардан формальдегид пен трихлорэтилен бөлінеді. Сондай-ақ бактерия мен вирустар ылғал ауада пайда болады. Таза ауаға қалай қол жеткіземіз? Табиғатпен дос болыңыз. Табиғат аясында жиі серуендеуді әдетке айналдырыңыз. Тым болмаса қалаңыздағы ағашы көп саябақтарға барыңыз. Үйді құрылғылар арқылы желдетпеңіз. Бұл үй ішіндегі ауаны ғана айналдырады, еш пайдасы жоқ. Оның орнына терезелерді ашып желдетіңіз. Ең тиімдісі үйде гүл өсіру. Гүл бөлмеңізді оттегімен байытады. Сондай-ақ ауа ылғалдандыратын сүзгі қолдануға болады, бірақ олардың сүзгісін жиі ауыстырып тұруды ұмытпаңыз. Адам үшін ең қажетті оттегі. Егер ол болмаса, өмір жоқ. Біз демалып жүрген ауаның 21% оттегіні құрайды. Дені сау адамға осы 21% жеткілікті. Ал түрлі созылмалы сырқаты бар жандарға ағзаны әлсіретпеу үшін оттегінің көп мөлшері керек. Кейбірімізге қосымша оттегі 24 сағат бойына керек болуы мүмкін, ал кейбіріне белгілі бір уақыт аралығында қажет болады. Мұндай кезде дәрігерлер оттегі терапиясын тағайындайды. Бұл дегеніңіз құрылғы арқылы ағзаға оттегі беру. Ағза үшін оттегінің жеткілікті болуы өте маңызды. Біздің барлық дене мүшеміздің дұрыс жұмыс жасауы оттегінің дұрыс жетуімен байланысты. Мидың дұрыс ойлануы, жүректің қанды айналдыруы, бүйрек пен бауырдың дұрыс фильтр жасауы, өкпенің тыныстауы оттегінің толықтай баруымен жүзеге асады. Егер адам ағзасында оттегі азайса, бірінші кезекте қан айналымы бұзылып, әрі қарай ішкі органдарға әсер ете бастайды. Әр жұтқан ауамыз энергия. Оттегіні жаттығу кезінде көп қабылдаймыз, сондықтан спортпен дос болыңыз. Оттегі қалыпты болса, көңіл күйіміз орнықты, ұйқымыз тыныш, деніміз сау, есте сақтауымыз қалыпты, көзіміз көргіш, сымбатты боламыз. Жаттығумен қатар оттегіні тасымалдауға көмектесетін тағам түрлерінде рационыңызға қосыңыз. Балық, грек жаңғағы, зәйтүн майы, гемоглобиндегі оттегіні байытса, қырыққабат, алма, алмұрт қандағы оттегіні көбейтеді. Сәбіз, авокадо, сельдерей, сарымсақ, құрма, банан ағзаны оттегімен байытып қана қоймай, күні бойы қуаттандырады.
Өзіңізді сыйлауды өзіңізге таза ауа мен оттегі сыйлаудан бастаңыз.